Осы видеода асқабақтың адам организміне пайдасы туралы айтатын боламыз. Асқабақ шырыны жүйке жүйесін тынышталдырып, ұйқы дәрісі секілді әсер етіп тыныш ұйықтайсыз. Жүкті әйелдердің жүрегінің айнығанын асқабақ шырыны басады. Ағза жүдегенде, әлсіздік кезде асқабақты сүтпен дайындап, қаймақ, май, жаңғақ, бадаммен қосып жейді. Асқазан ішек жолдары, асқазанның шырышты қабатында дерт болса, асқабақтан езбе дайындап ішіңіз. Бүйрек ауырғанда тәулігіне жарты стакан шырыны немесе қайнатылған жейді. Терідегі қышыма, есек жем шыққанда, не болмаса күйік шалғанда үкіштен өткен мәйегінен компресс жасайды. Сары ауру дертінен 4 ай қатарынан үзбей мәйегін жеу керек. Бауырға өте жақсы, әрі қызметі жақсарады, әрі пайдалы. Ішектегі құрт дертіне асқабақты алып, дәні мен мәйегін ойып алып, жылы су құяды. Жарты сағат беті жабық ыдыстың ішінде болу керек. Дайын кезде тұнбаны күніне 4 рет тамақтан 20 минут бұрын жарты стакан ішеді. 20 күн. Bir айдан кейін қайтадан жалғасады. Ішектегі паразиттен ең тиімді тәсілі қабығы ашылған дәннің ашқарынға жейді. Ішектегі паразиттен құтылудың ең тиімді тәсілі асқабақтың дәнін жейді. Күніне 1 рет, ашқарынға 30 минут бұрын жейді. Емді жылына 1 рет қана жасайды. Көп жеу жүректі нашарлатады. Ұйқысыздық болғанда қайнатылған буға піскен асқабақ мәйегінен ботқа дайындап, күніне 2 рет 50 грамм ішеді. Екінші жағдайда 20 бадам жаңғағына 1 шай қасық асқабақ дәнегін қосып, үстіне қайнаған су құйып, 8 сағат тұндырады. Бірақ кешке тамақтану керек. Асқабақ дәнін балмен араластырып жеп, ішек құрттарын түсіру үшін пайдаланылады. Адамға пайдалығы жағынан бұл бақша өнімі өзге жеміс-жидектер мен көкөністерге қарағанда дәрумендерге өте бай. Егер осы видео ұнаса, каналымызға жазылып және пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер.